Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз Қастатар пәніне арналған 8-ші сынып 2-ші тоқсан тжб талдауымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің тжбымыз максималды балл 25 балдан тұрады. Ендеше тасымамызға көшейік. Бірінші тасымамыз: кеңес үкіметінің Қазақстанда орнауына Ленин бастаған большевиктердің қандай уәделері әсер етті деген сұраққа 4 себеп жазады екенбіз. Одан бөлек 20 ғасырдың басындағы Қазақстанда Ленин бастаған үкімет қандай уәделерді орындамады, неліктен деген сұраққа 2 себеп жазады екенбіз. Екінші тасыма: қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметіне талдау жасаңыз. Мына астында көрсетілген тұлғалардың қоғамдағы қызметі мен рөліне баға береміз. Сонымен қатар Алашорда үкіметі мен Түркістан автономиясының идеялары неліктен жүзеге аспады деген сұраққа 2 себеп жазады екенбіз. Бірінші тасымаға 6 балл, екінші тасымаға 6 балл екендігін көріп отырмыз. Үшінші тасымамыз: Қазақ автономиялық кеңестік республикасы құрылуына қатысты терминдер мен цифрларға анықтама беріңіз. Қазақ АКСР-ның құрылуының тарихи маңызын жазыңыз. Мына астында көрсетілген датаға, есімдерге қазір анықтама беретін боламыз. Одан бөлек Қазақ АКСР-ның құрылуының тарихи маңызын жазыңыз. 3 себебін жазып кетеді екенбіз. Төртінші тасымамыз: жаңа экономикалық саясаттың нәтижелеріне талдау жасаңыз. Оң нәтижелеріне 3, кемшіліктеріне 3 жазады екенбіз. Үшінші тасымаға 7 балл, төртінші тасымаға 6 балл екендігін көріп отырмыз. Жалпы балл 25 балл. Балалар, алдымен ескертетін жағдай: БЖБ талдаулардың жауаптарын көрмес бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Жақсы, жауаптарына көшейік. Бірінші тасыма: кеңес үкіметінің Қазақстанда орнауына Ленин бастаған большевиктердің қандай уәделері әсер етті? Біріншісі: халыққа бейбітшілік, екінші: жұмысшыларға зауыт пен фабрика, үшінші: шаруаларға жер, төртінші: ұлттар мен ұлыстарға теңдік пен бостандық. Одан соң неліктен деген сұраққа жауап: ұлттар мен ұлыстарға теңдік пен бостандық беру уәдесі орындалмады. Теңдік пен бостандық тек қағаз жүзінде ғана берілді. Ұлттардың құрған үкіметтері қудалауға ұшырады. Саяси жетекшілері кейіннен жазаланды. Екінші тасыма: Әлихан Бөкейхан 20 ғасыр бас кезінде қазақ даласын кеңінен қанат жайған ұлт азаттық алаш қозғалысының негізін қалаушы және жетекшісі, Алашорда ұлттық автономиясы халық кеңесінің төрағасы болды. Әлихан Бөкейхан кезіндегі құдіретті қазақ хандығының бірлігі мен күш-қуатынан айырылып, отарлық тәуелділікке қалай түскендігін егжей-тегжейлі зерделеп шықты. Жақанша Досмағамбетов бүкіл ресейлік мұсылмандар кеңесі төрағасының орынбасары, уақытша үкіметтің бүкіл ресейлік құрылтай жиналысы туралы заң жобасын дайындайтын мемлекеттік кеңестің мүшесі болған. Облыстық және жалпы қазақ съездеріне қатысқан. Алашорда үкіметінің құрамына сайланған. 1918 жылдың көктемінде құрылып, күзінде таратылған уақытша ойыл уәлаятын және орнына құрылған Алаш автономиясының батыс бөлімшесін басқарған. Большевиктердің көсемдері Ленинмен және Сталинмен қазақ автономиясы туралы келіссөздер жүргізген. Мұхамеджан Тынышпаев 1907 жылдың ақпанда дүниеге келген. Уақытша үкіметтің Түркістан комитеті құрамында мүше болып, халық трагедиясын шешуге барынша атсалысты. Мұхамеджан Тынышпаев қоғамдық саяси қызметінің келесі бір өте маңызды кезеңі Алашорда үкіметі тарихынан табылады. 1907 жылдың соңында таман Ресейдегі биліктің дағдарысы мен анархияға ұшырауы алаш зиялыларының ұлттық автономия мәселесін көтеруіне ықпал етті. Одан кейін Мұстафа Шоқай бастаған мұсылмандар қозғалысының өкілдері шұғыл жиналып, төтенше съезд өткізді. Съезд шешімімен құрылған Түркістан Қоқан автономиясының 54 адамнан тұратын уақытша халық кеңесінің құрамына сайланды. Уақытша үкіметтің сыртқы істер министрі болды. Уақытша үкіметтің төрағасы Мұхамеджан Тынышпаев қызметінен кеткеннен кейін оның орнына Шоқай сайланды. Мұстафа Шоқай автономияны сақтап қалу үшін аянбай еңбек етті. Бірақ өкінішке орай автономия ғұмыры ұзаққа созылмады. Міне осы екі автономияның идеялары неліктен жүзеге аспай қалды дейді. Жауап: кеңес үкіметінің саясаты автономиялардың идеяларының жүзеге асуын қиындатты. Екінші: ұлттық автономиялардың жетекшілері қудалауға ұшыратылды. Міне, одан кейін үшінші тасымамыз: 1920 жылдың 26 тамызында РКФСР құрамындағы автономиялы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы құру туралы декрет қабылданды. 1920 жылы 4 қазанда Орынбор қаласында Қазақ АКСР-ның кеңестер құрылтай съезі өткізілді. Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы Сейтқали Меңдешев, ал Қазақ АКСР-ның халық комиссарлық кеңесінің төрағасы болып Радус Сенкеуш тағайындалды. Сонымен қатар Қазақ АКСР-ның құрылуының тарихи маңызын жазыңыз. Бірінші:
тарихи маңызы. Декларацияда қазақ АКСР-дің мемлекеттік басқару органдары, азаматтардың құқықтары мен міндеттері айқындалды. Екіншісі, декларацияда әрбір ұлттың ана тілін пайдалануға толық құқығы бар деп көрсетілді. Үшінші, қазақ АКСР құрамында Ақмола, Семей, Торғай, Орал облыстары және Каспий облысы мен Астрахан губерниясының қазақтар тұратын аудандары енді. Астанасы Орынбор қаласы болып белгіленді. Төртінші тасма, жаңа экономикалық саясаттың оң нәтижелері. Біріншісі, 1924 жылы 1 қаңтардан бастап салық тек ақшалай төленетін болды. Екіншісі, салық үдемелі болғандықтан оның барлық ауыртпалығы байлар мен кулактарға түсті. Үшінші, мал өсіретін қожалықтарға салықтан босатылды. Төртінші, жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат берілді. Жаңа экономикалық саясаттың кемшіліктері. Бірінші, саяси өмірде демократия бұрмаланды. Екінші, еркіндік мүлдем болмады. Үшінші, 1921-22 жылдардағы ашаршылық болды. Міне балалар, осымен бүгінгі біздің 8-ші сыныпқа арналған тжб талдауымыз аяқталды. Егер сіздерге осы шығарылымымыз ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарға жіберуді ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.